Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай достар? Бүгін осындай логотип жасаймыз. Мынау бірінші вариант, екінші вариант. Осыны жасап үйренетін боламыз. Слойда блокировать етіп тастау керек. Енді осы жерге біз осыны жасайтын боламыз. Шрифтпен жазамыз. Қандай шрифттер бар екен? Монсеррат керемет шрифт бар екен. Окей. Арасын кішкене ашып тастайық. Перебраза. Осыны осылай алып аламыз. Енді мына жерде переобразовать в кривые дейміз. Осы жоқ бұл емес. Аламыз да. Осы қойып қоямыз. Енді мына жерде осылай линия қойып аламыз. Окей. Енді жерінен байларды тартамыз. Белгілеп аламыз. Артық элементтерді өшіріп тастаймыз. Окей. Ctrl-G. Ctrl-S, Ctrl-F. Мінекей достар. Осымен бізде мынандай логотип дайын болды. Бүйтіп көшіріп алып. Бұл жерге апарып қою керек екен. Мына жерін сәл тартамыз. Бәйге. Болмайды. Жерде бой өшіп тұрсам болмайды.
жасағанбыз да. Бұл жасаймыз. Ұштарын сәл қайырып қойық. Мінекей достар, осымен біздің логотип жұмыс дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.